Құрметті көпшілік қауым, бүгін мен қырқынан шығару дәстүрін айтып берейін. Әрине, бүгін біздің отбасымызда да үлкен қуаныш. Ол жиен немерем Қасымның қырқынан шығару тойына орай халқымыздың салт дәстүрлерінің бірі қырқынан шығару туралы айтып өтетін болсақ, қырқынан шығару ол сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күннен кейін орындалатын рәміздердің бірі. Қырқынан шығару тойында үлкен өнегелі қария әже баланың үстіне 40 қасық суды құйып тұрып, 30 омыртқаң жылдан бексін, 40 қабырғаң қатайсын деп тілек айтқан. Қырқынан шығару дәстүріне жиналған көпшілік қауым әрқайсысы шомылдыратын ыдысқа тілек айтып, 40 қасық су құйып, баланың болашағы жарқын болсын деп барлық жақсы тілектер айтылады. Сол күні қырқынан шығару дәстүрі бойынша баланың қарын шашы алынады және сүт тырнағын алады. Қырқынан шығаратын суға күмістей баланың болашағы жарық болсын деп күміс теңгелер және күміс әшекейлер салынады. Қазақ халқының ұғымында күміс тазалықтың, пәктіктің, адалдықтың символы деп есептейді. Сондықтан да күміс салынған су ең таза су деп есептеп, күміс салынған таза суға шомылдырады. Бұлай дегені, күміс салынған таза суға жын шайтандар, бәле жалалар жоламайды, денсаулығы мықты болады деп ырымдаған. Мінекей қырқынан шығару тойы туралы жалғасты айтатын болсақ, сол күні қарын шашы алынады. Қарын шашын алып, шүперекке түйіп, тұмарша етіп жасап, тұмарша етіп тігіп, баланың иығына немесе баланың бесігіне қадап қояды. Дәл сол күні баланың және де сүт тырнағы алынады. Тырнағын он саусағынан өнер тамған шебер, ісмер болсын деп өнерлі адамдарға тырнағын алдырады. Сосын тырнағын адам баспайтын жерге көміп тастайды. Немесе ұрпағы өсіп өнсін деп мәуелеген ағаштың, жеміс ағаштың түбіне осы сүт тырнақты көмеді екен. Көпшілік қауым, бұл қырқынан шығару дәстүрі ерекше халқымыздың рәміздерінің бірі. Қырқынан шығару дәстүрі күні баланың ит көйлегі шешіледі. Ит көйлегін шешіп алғаннан кейін оған тәттіні түйіп, иттің мойнына іліп жібереді. Ауыл балалары жүгіріп, итті қуып жетіп, тәттіні бөлісіп жейді. Қазақ халқының ұғымында баланың ит көйлегі өте киелі деп есептеген. Сондықтан ауылдың ақсақалдары, баланың ата әжесі, әке шешесі алыс сапарға шыққан кезде, немесе бір дау-дамайға баратын кезде сол ит көйлекті қолтығына, қойнына салып алып жүрген. Және де бала көтермеген әйелдер, көп түсік тастаған әйелдер осы ит көйлекті жастығының астына салып жатады екен. Қырқынан шығару дәстүрі ер балаларға ертерек өсіп жетіліп, ат жалын тартып мінген азамат болсын, ерте есейсін деп 40 күн толтырмай ер баланы қырқынан шығарып жатады. Ал әйел балаларды жеңілтек болмасын, орнықты, байсалды болсын деп 40 күн толтырып шығарған. Көпшілік қауым, бүгін өте қуаныштымын. Жиен немерем Қасымды бүгін қырқынан шығарып отырмыз. Осыған орай қырқынан шығару дәстүрін осы YouTube каналында сіздерге айтып беріп отырмын. Егер де осындай салт дәстүрге байланысты қызықты дүниелерді тыңдағыларыңыз келсе, естігілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube каналыма жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет. Қуанышты күндерде жүздескенше аман болайық, сау болайық, бар болайық.